Ассалаумағалейкум қыздар. Бүгін творожный пирогтың бір түрімен жасаймыз. Мынада 270 грамм ұн, оған 150 грамм сары май. Мына мұздатылған сары майды теркадан өткіземіз. Егер мына ұнды бүйтіп майға нетіп теркадан өткізетін болсаңыздар, мына неде оңайырақ болады. Теркаңызда май қалып қоймайды. Мына қыздар, мына теркадан өткізіп болды. Енді осыны қамырды маймен жақсылап араластырамыз. Крошка сияқты маймен жақсылап араластырамыз. Желательно 72-де 5%, немесе 82-де 5% сары май қоссаңыздар жақсы болады. Қыздар, мына маймен ұнды араластырдық. Бесеге қойып 10 грамм разрыхлитель қосамыз. 10 грамм. Оған қант қоссаңыздар да болады. Менің қантым бүгін үйде аздау болып қалды. Сондықтан сахарный пудра қосып жатырмын. Және ванилин. Где-то 3-4 грамм. Осыны араластырып аламыз. Өйткені разрыхлитель, қант бүкіл бойына бару керек. Осыған енді бір жұмыртқа қосамыз. Қыздар, жұмыртқаны обязательно жуамыз. Мен мыльный растворға салып жуамын, немесе пищевой содамен 2 рет. Енді олар араластырып жұмсақ қамыр елейміз. Мына қыздар, мынандай жұмсақ қамыр елейміз. Жұмсақ болу керек. Онда көп қоссаңыздар қаттырақ болады. Қатты болмай кетпеу керек. Бұны салафанға салып, холодильникке қоя тұрамыз. Начинкасын дайындағанша холодильникке қоя. Қыздар, біз қамырды холодильникке 20-30 минутқа қоя тұрамыз. Қыздар, мына начинкасы салмасына да мен бүгін мынандай творог алдым. Осы Гормол заводының творогын бірінші істеймін. Менде 500 грамм мына жерде. 450 грамм, 400 грамм, 500 грамм. Адам санына байланысты өзіңіз көбейтіп қоса бересіздер. Негізі 500 граммнан аспау керек. Өйткені 24 формаға істейміз диаметр. Мен мынаған көп болып кетеді, сондықтан да мына жартысын қосып істеймін. Мына 100 грамм қант, бұнда жартысын қосам. 2 рет айналдыратын болып тұрмын. Блендермен, мен ручной блендерім бұзып қалғаннан кейін мынандай блендерге саламын. 100 грамм жұмсартылған сары май. Бұнда жартысын саламын. Жұмсақ сары май. Және 3 жұмыртқа. Бұнда 1 жұмыртқа қалдырған. Қазір айналдырып аламыз. Қыздар, мына жаңа салмасы, мен оған кішкене ванильный сахар қостым. Енді жаңа холодильникте тұрған қамырымызды алып, кішкене екіге бөлеміз. Біреуін үлкендеу, біреуін кішілеу. Енді домалақтап, ұн сеуіп. Мен бүгін мынандай формаға істеймін. Бұл да әдемі көрінеді. Бүйтіп төңкеріп қоясыздар. Мен піскен кезде көрсетем бұйырса. Кішкене ұн сеуіп.
Onu көп seviyorum. Значит, жан жағы шаршап кетсе былай домалақтап аласыздар ғой. Енді бисмилла деп оқтауымызға орап формамызға саламыз. Қыздар, мына былай формамызға келтіріп аламыз. Жұқалау жеріне, қалыңдау жерінен алып қосып жіберейік. Қыздар, мынаны гүлі әдемі болып шығады бетіне. Бүйтіп нақты гүліне формасына саламыз. Жыртылып кетпесін абайлайсыздар ғой, өйткені өте жұмсақ қамыр. Жұқа жақтарына бүйтіп саламыз формасы. Гүл түсу керек бетіне. Бұл да бір творожный пирогтың бір түрі. Әдемі болады. Сіздер жаңа байқадыңыздар, салмасына мен қаймақ қосқан жоқпын. Екінші түрі бар творожный пирогтың. Оны көрсетем. Онда қаймақ қосамыз. Мына өте сытный пирог. Енді жаңағы салмасын саламыз. Қыздар, мынаны біз бірден неге салып аламыз, өйткені мынау силиконовый форма ғой. Бүйтіп қозғай берсең қимылдап салмамыз нетіп кетеді. Енді салмамызды осыған саламыз. Саламыз. Қыздар, мен жаңа құйдым салмасына. Сосын бүйтіп жайып шығамыз. Негізі бұны міндетті емес осындай формаға жасау керек деген. Форманы просто беті әдемі гүл болып тұрады. Бұл да бір разнообразие ғой. Ерекшелігі бар. Сіздер кәдімгі табаға істеп, астына пергамент қағазын төсеп, дәл осындай жасай берсеңіздер болады. Мен жаңа кішкене қамырды кішкенеден жай бетіне саламыз. Бұл астына кетеді да бұл. Негізі көбісі бұл қамырдан бетіне әрлеп не жасайды. Мен оны тегістеп жаба саламын. Төсеп шығамыз. Жабылмаған жерін жаба салсаңыздар ештеңе болмайды. Қосып пирогымызды жаптық, қыздар. Енді 180 градуста 45-50 минутқа қоямыз. Өздеріңіздің пештеріңізге қарайсыздар. Кейбіреулердікі 170 градуста жақсы қыздырады. Мен 180 градусқа қоямын. Мына қыздар, кешегі пирогымыз пісті. Егер тапсырысқа істейтін болсаңыздар, ложкаға салып, бірден бисмилла былай аударасыздар. Енді үстіне не салсаңыздар болады. Сахарный пудра. Сепсеңіздер болады. Әрлеу, оформление өз нелеріңізге байланысты.
мына жерін қыздар жұқа болып кеткен ғой видимо.